черный дыралар қалады. И соңғы қалатын черный дыралар жойылу керек қой. Сосын олар өз-өздерін былайша айтқанда жояды екен. Соны Хокингтің сипаттағаны бойынша кішкентай частицалары өз-өздеріне не істеп соғылып, черный дыралар сөйтіп жойылады екен. Сосын полностью уже пустота болады. И черный дыралардың фейерверк секілді, салют секілді болады. Ненің жойылып бастаған кезде бүкіл не вселенной, наблюдаемый вселенной дейді. Сол жалпы. Ол дейтін қайда былай бөледі ғой? Квадриллионнан да көп жыл өткеннен кейін. Жойылады деген жарылады ғой, сондай өзі қысымға не істеп, өзі қатты қысылып, өйткені ешқандай не болмайды, жаңағы материя болмайды жұтатын. Сосын өз несімен қысылып жарылады, солай ма? Как үлкен жарылыс сияқты, сондай принциппен. Солай болу керек. Солай ма? Жоқ, қазіргі не гипотеза ең жаңағы кең тараған гипотеза тепловая сила. Естідім, черный дыра туралы ма? Иә. Черный дыраның ішіндегі материяның бәрі қайтып шашылады ғой? Ол жоқ болып кетпейді, Сұлтан? Жоқ, сол анау просто андай да? Биг Бэнг сияқты үлкен взрыв сияқты таралады, жарылып. Бірақ ол, видишь, ондай черный дыра пайда болу өте... Жоқ, ондай черный дыраның пайда болу ықтималдығы өте аз да өткені. Не, жаңағы, вселенная не сюда тарап отыр да? Слишком большая сейчас вселенная для этого. Для этого супермассивная черная дыра нужна. Үлкен, короче, который басқа черный дыраларды жұтып қоятын ше. Өйткені черный дыра соққан кезде, короче, үлкен черный дыра пайда болады ғой. И когда черная дыра, короче, достигает своего предела, он взрывается обратно. Либо превращается в звезду, короче. Ортасында звезда бар. Жан-жанында материалдар шашып жүріп ше. Радиация бөліп. Опять-таки, банағы сингулярность сияқты болмай ма, да? Просто этот хаос болып шашылып кетеді, барлығы. Это не точно, потому что распада черной дыры никто не видел. Просто черная дыраның пределы бар екен, оны біледі. Енді материямен өседі, өз-өзіне тартылады да, не істейді ғой. В общем, жарылады. Жоқ, видишь, ол несіне байланысты ғой, сол, видишь. Ол черная дыраны қанша материя в себя может сосать, короче. Соған байланысты да ол. Онда предел бар, пределін жеткеннен кейін уже распадқа ұшырайды да ол да. Мен ойымша, мынау қазір кеңейіп жатыр, қатты тез кеңейіп жатыр ғой, космос. Черный дыралар бір-біріне соғысу, бір жолдарында не траекториямен болмаса, былай екі-талай тарап космосқа кетіп, ыдырап кететін сияқты. Оқулық бізге бозон Хиггса туралы айтып берші, не ол вообще? Соны талқылап бастаған. Көп білмеймін ол туралы, шын айтайын. Ол туралы көп білмеймін. Рахмет сұрауға. Былай дейді ғой, элементарный частицалар бөлінеді үшке. Бозоны, адроны, фермионы дейді. Бозондар ол фотон, так, мезон. Фермиондар барион, лептон дейді. Дұрыс түсінбеймін негізі ол жағын. Бір оқығаннан, мен үш рет оқыдым, бірақ миыма қонбады, шын айтам. Туысқансың ба сен? Жаспын сен? Мен шақпын ғой. Шақсың ба, өй. Даусың шақ кетті кімге? Мен қандасыма, туысқаныма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сұлтан, бауырым, қалайсың? Жақсы, алейкум ассалам. Мы слишком много переменной зависимыми, да, Султан? Во-первых, Солнце бар, да? Екіншіден космический объекттер бар. Үшіншісі, это радиация с космоса. Жаңағы жұлдыздар жарылады ғой. Сол радиациясы тым көп болса, короче, сондай риск бар да бізде пайызы. Еще андай звездалар бар, которые екі жағынан не лазер ұратын ше, типа радиация ұратын ше, екі жағынан дейсің ба? Көрдің ба сондайлар? Нейтронная звезда ма? Не ғой, нейтронная звезда ма? Неме да? Сондай ма? Ұмытып қалдым мен. Иә, анау тақылдап тұратын звезда ма? Пульсар. Нет, это не пульсар. Пульсар. Вот эта звезда же, когда умирает, жарылады деп айтамыз ғой. Мы это видим через несколько времени, да? Ол распушен неделя. Иә. Өйткені время... Пульсар емес. Космоста измеряется световым временем же.
Типа, когда свет доходит до какой-то, короче, местности, свет не очень, да? Космоста, да? иә күнде араға күнде шықтық қой. дәл қазір уақыт күн 8 минуттық қой иә келіп болғанша светпен өлшейміз светтің бізге ғана жетеді. Айдар Сұлтан, сен екеуің басылыққа айта бер, Сұлтан. Например, иә айта беріңіздер общий болады например, когда бір звезда өледі ғой, бір звезда өлгенде біз оны ол там 200 жыл бұрын өлуі мүмкін да, а біз оны жақында көреміз. И даже если, например, Марстан бізге қарай как бы телескоппен бірдеңе қараса, то они сейчас на данный момент могут видеть баяғы 1781 жылда, потому что световой лет разный болғасын да. иә жұлдыздардан ғой иә алыс көреді. Яғни бізді қазіргі моментте көрмейді бізді. иә Марстан бізге возможно, даже 13 минутта келеді, иә күннен жақын ғой Марстан ба? жоқ, Марс алыстау күннен. Күннен 8 минутта келеді, ал Марстан 13 минутта, по-моему, қателеспесем. 13 минут бірнеше секундта. А сонда получается Марс күннен де алыс па бізге сонда не? Иә. Күнде бізде 150 миллион километр арақашықтық, оны бір астрономиялық единица дейді. Ал Марста одан үлкендеу. Где-то оның Марстың несі 4 жылда бір орбитасы жермен жақындасып тұрады ғой. Сонда бір орта есеппен алғанда, по-моему, 280 миллион ба, или даже кейде 400 миллионға бара ма. Әртүрлі оның несі. Әрі қалай? Мен ойладым, почему-то ойладым мен күннен жақын шығар деп Марс бізге. Получается сонда Марстан гөрі бізге Венера, сосын Меркурий жақын болып тұр ғой да? Иә, өйткені екеуі де күннің арасында ғой, 150 миллион километрдің ішінде орналасқан ғой екеуінің несі. Все, понял. қазір мен суретін шығарайын Егер қателеспесем, солай болу керек. Көрейінші қазір. міне күн неде тұр ғой қозғалады ғой күн тұр ма жер тұр иә жерден кейін Марс и ол жақын бола алады типа и одан да алыс бола алады жоқ бәсе негізі Марс жақын күннен ба 54 миллион 54 миллион жоқ әртүрлі ең жақын кезі 54 миллион, ал ең алыс кезі 225 миллион. А среднее расстояние. Ал самый далекий 400 миллион екен. Иә. Өйткені нелер, Илон Маск 4 жылда бір окошко болады екен Марсқа ұшатын. Вот соны ұстап. Иә, сол жаңа сол кезде ең жақын кезі ғой 55 миллион. Иә. Сондай. қай жылы ұшайын деп жатыр Марсқа? Енді ол неге байланысты ғой, жаңағы бірінші Старшип жасайды, одан кейін Старшип пен лунный несі бар ғой, НАСАның. Сол жаққа заттар аппарат база құрастырады, сол жерге барып, скорее всего, не жасайды. Бенза не резервуар. Старшип сол жерге барып, сол жерден дозаправка жасайды да, айдан түсіп кетеді. Айдың несі аз ғой, тартылыс күші. Содан ары қарай жерді айналып, жердің несімен тартылыс күшімен айналып, скорость, разгонмен Марсқа қарай кетеді. Соның бәрін есептейді ғой. Енді Старшип пока дайын емес қой, соған байланысты барлығы. Енді каждый 4 жыл сайын болатын болса, так 2003-те 55 миллион болыпты. Так 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, енді 27-де примерно, да, планетада, да, примерно 27-де 31. Ну да, примерно 4 жылда бір рет деді, жақын болады. Да. Бізде 4 жыл сайын чемпионат мира болатын болса, 4 жыл сайын бізге Марс жақын еткен тағы, иә. Соңғы жаңалық дейсіңдер ма? 3 ай атылыс жайында. Жоқ, кім? Мессенджер. Ең жақындайтын кезі, следующее подобное сближение ожидается примерно 2287 жыл дейді ғой. Получается, 4 жылда емес, біраз жылда болып тұр жақындайтын кезі. Ең жақын болатын кезі.
55 миллион километрге жақындайтын уақыты 2287 жыл болады енді дейді. Біз, получается, біз средний немен санайды, значит, средний расстояние санайды. Илон Маск средний санап тұр, 200 миллион санап тұрады енді. 4 жылда бірге сол шығармыш. В общем, я где-то 6 айдай ұшатын жерде тұр ғой, 4 ай ма, 6 ай ма сондай ұшады. 4 жылда бір окошко бар деп айтты ғой. Я, мысалы, айға қанша, 19 күн ұшты ма, қанша күн ұшты айға? Бір апта ма? Енді жылдамдық қанша, 30 мың километр ма, или 40 мың километр деп аласың ба? Білмеймін, өзі ай өзі 150 қанша? 300 мың километр емес па? Жоқ, 300 мың емес, 384 мың ба, или 400 мың ба, сондай примерно. Онда орбитасы идеальный емес қой. Онда орбитасы идеальный болмайды ғой. Жермен бір сәл жақындап, сәл алыстап сөйтіп сондай ғой. Иә. Қазір мен қарап жатырмын информацияны. Марста қалай ойлайсыздар, тіршілік бола ала ма екен адамдардың тарапынан болса? Марста енді Адамдардың қасқар. бірінші негізінде Марста негіз біріншіде магнитный поле жоқ қой, иә? Или слабый ма магнитный поле? Бар. Слабый да, да? Ол жердікінде емес, иә. Бар. Екіншіден Тәулікте ұқсайды ғой Марсқа. Оларда бізде почти 23 сағат қанша болды? 51 бәле минут қой, 54 па, 56 минут, қателеспесем, или 57 минут па тәулік. Ал оларда Марста 24 сағаттан асады. иә, кішкене 24 сағат 13 минут па сондай ояқта. 24 сағат 13 минут па сондай. Мына Илон Масктың бір несі, қазір технология, мысалы интернет жасап жатыр. Сосын оның несі бар ғой, туннель жасайтыны бар. Одан кейін батареялар бар, күннен жұмыс істейтін. Солар бар, сосын жаңа интернет бар, несі бар. Осының барлығы Марсқа баратын болса, барлығы не керек болады ғой. Жердің астымен передвижение жасайды, үстіне күннен энергия алады. Сосын электромобильдермен мысалға жүреді да, то есть электричество тек күннен алады. И интернет Марстың орбитасына жаңа интернет таратады, и сол интернет арқылы жерге де сигнал беріп алады. Жалпы вообще негізі сол Марсты жаңағында не істеу, колонизировать ету. Негізі смысл бар ма? Вообще негізі или? Одан тіршілік болу белгілі. Сұлтан, микробтар бар дейді ғой. Не бактериялар бар. Қазір точно информация егелер болуы мүмкін ба басқа галактикада? Вероятность дейді, қараңыздар. Қазір вероятность 30-60% дейді. Микробный жизнь дейді болды дегенге Марста. А күрделі, иә, и то вероятность 30-60% арасында деп тұр. А сложная жизнь дегенге 1% беріп тұр. Соңғы нелерге, кратерларға қарап, жердің жаңа геонесіне қарап, бұрын өзен көлдері болған дейді ғой Марста. Бірақ онда тіршілік болу Қыртыстарында қарап айтады ғой, иә, сосын мынандай нәрсе білесіңдер ғой, обитаемая зона деген бар. Мысалы, жер обитаемая зонаның ішкі жағында тұр. Егер ол күн өскен сайын, красный гигант болған сайын, обитаемая зонада жылжиды. Сөйтеді да, мен ойымша, Марс обитаемая зонаға кірген кезде күннен достаточно энергия алып, может быть, оның несі қызады, отмет ядросы. Полярный шапкалары ма? Ядросы. Иә, ядросы қызады да, ядросы қызып, уже атмосфераны ұстайтындай жаңа несі күшейеді да, магнитный полясы. И ол жақта өмір болу әбден мүмкін сияқты. Енді оған дейін бәленбай миллион жыл кетеді ғой. Ой, миллион емес, миллиардтан асып кетеді ғой, бірнеше миллиард жыл кетеді ғой. Жоқ, оған дейін человечество бола ма, болмай ма? Болмайтын сияқты, мне кажется, человечество вообще. Железо болмайтын сияқты, миллиард жыл деген еді. Миллиард жыл деген еді нормально. Жетпейді ғой. Бірнеше жүз миллионда 2-3 миллион жыл өмір сүреміз бе, өмір сүреміз бе белгісіз. Сол даже 100 мың жыл өмір сүре аламыз ба даже, сол ғой мәселе. 100 мың жылға да өмір сүре сияқтымыз даже. 100 мың жыл қандай да айналамыз, может быть, киборг айналып кетеміз. Киборг. Жалпы ғылымда миллиард жыл ғой, бірнеше миллиардты жылдан кейін күн красный гигантқа айналады дейді. Сол кезде жерде температура көбейгесін, Марста керісінше қолайлы болады дейді.
мен бұрын ойлаушы едім Марс ыссы деп жерге қарағанда. Наоборот екен ғой. жоқ, Марс иә. салқын екен. Иә, мысалы. Ол обитаемый зонаға кірмейді. Сол красный гигант өскен сайын обитаемый зонаның несі диаметрі өседі да, и Марс сол кезде кіреді. Вот сол кезде қолайлы болады. Оған енді бірнеше Марс- миллиард жыл керек. жоқ, Марс негізі обитаемый зонада тұр ғой, бірақ та просто ең крайында тұр да. Кіре ма точно? Мен ойымша, по-моему, Кіріп тұр, просто ең крайында, шетінде, прямо ше, прямо горизонтында жүр да обитаемый зонаның. Кіреді обитаемый зонаға. енді қара, енді өзің айтып отырсың Марста, мысалға, соны колонизация жасаудың мәнісі бар ма деп. Мен ойымша мәнісі бар. Өйткені сол жолда неше түрлі дамиды ғой, технологиялар дамиды. Ал космоста жасалған технология негізінде адамның өміріне де нелер алып келеді да, өзінің жақсы жақтарын алып келеді. жоқ, просто андай ғой, мен смысл болады деп ойлайтын едім, егер де действительно жерде ресурс бітіп, уже ары қарай человеческий вымиранияға кетіп бара жатса, вот сол кезде иә, бірақ қазір бізде жеріміздің өзін до конца меңгере алмай жатырмыз ғой біз. жоқ, бізде қазір экология бұзылып жатыр. Мысалға, қазір қауіп бар. Мына Амазонка несі бар ғой, орманы. Сол бір-екі ғасырда неге саванна сияқты болуы мүмкін дейді Африкадағы. Жойылып кетуі ма? Иә, то есть пустыня болуы мүмкін ол жер. Мына адамдардың көшуі бар ғой Марсқа, негізі қазір емес, баяғыда Джордж Буш па, соның кезінде пайда болған екен ше, вот эта идея. И на тот момент его отложили, потому что многозатратно деп. Бір рет барып келу 450 миллион долларға шығады екен ше. Просто. И это 100% даже там аз да процентный соотношение жоқ, что олар тірі қалатыны. Барлығы в клочья прямо ДНК-сына дейін разлагаться етіп кетеді деген не болған ғой. Адамдар жетпейді ояққа деп, Марсқа дейін жетпейді деп. 380 мың километр. Радиациядан, иә. Иә, радиациядан. Вот этот несі адам ДНК-сы шыдай алмайды деп оған. А Лунаға 380 мың километр ғой, негізі Луна ондай алыс емес қой да, былай қарасаң. Соның өзі не деп? Многозадачный деп. Соның өзі қиын, Марсқа тем более бара алмайды ау деп. Баяғыда айтылған екен ғой, мен жақында айтылды деп ойлап жүрмін ғой. Киберсон деген білесіздер ма? Киноларда болады ғой. Сондай Крио ма? бұрында қараған. Иә, сол ғой. Оның проблемасы бар ғой, бірақ та білесің бе? Иә, жасай алмайды сол адамдар. Оның проблемасы ана біздің денемізде влага болғаннан кейін, ол крио жасаған кезде кристаллизация болады да, біздің бүкіл сосудтарымызды бәрін айырып тастайды, короче. Жырт жібереді. Типа анабиоздық ұйқы сияқты ма? Жоқ, қатырады. жоқ, андай балықтар бар ғой, который мұзда қатып қалады да, ода әкеп жылы суға салсаң тіріліп кетеді. Сол сияқты ғой, типа. Сол сияқты, бірақ та біздің адамға жарамайды да ол. Адам, біздің сосудтарымыз бәрі жарылып кетеді, короче, жарылып кетеді ана. Біздегі жидкость кристаллизацияға айналған кезде. Сол проблеманы шеше алмай жатыр ғой. Шеше алмайтын да сияқты негізі, өйткені біз андай жылу теплокровныймыз ғой біз, теплокровный. Поэтому шешілмейді ол проблема. Скорее всего. Енді тіршіліктің болуы дейтін ол қиын нәрсе. Бірақ мәселе просто скоростьті көбейту керек, чтобы неге тез жету үшін ше, Марсқа. Сол скорость көбейгеннен не басталатын сияқты ғой проблема. Неге? Жоқ, проблема басталмайды. Ол андай резкий скорость болмайды ғой, сразу андай не болады, үдемелі болады ғой, үдемелі, постепенно. Ол адамға зиян келмейді ғой. Ондай скоростта. Резкий болса, я уже. Бір рет ұшып келеді ғой. Неге? Вот этот басқа Лунаға неге емес, мына жоғарда өзіміздің айналамызға ұшып келгенде, келіп түскенде, они все стареют на 25 лет. Люди ше қартайып келеді уже. Ол неде ғой? Черный дыраға жақын болса ғой. Черный дыраға жақын болса, иә, черный дыраның тартылыс күші қатты, сол үшін онда уақыт жай өтеді. И уақыт жай өткесін, ондағы адам үшін кәдімгі норма өтіп жатқанда бізге бәлен миллион жылдай кетіп қалады да. Сол үшін сондай жағдай болады. Типа адам, ана Интерстеллар дейтін кино бар ғой, сонда көрсетеді, черный дыраның қасында бір планета болады. Сонда бір сағат уақыт қалып қойған кезде уже
21 ма 21 нәрсе жыл болып кетеді басқа адамға. Себебі тартылыс күші жоғары да. Иә. Иә. Мына суреттер, не дейді, Джеймс Уэбб телескопы бар ғой, солмен түсірілген. Кейбіреуі Хабблдан кейін шықты ғой, Джеймс Уэбб дейтін осындай картиналарды берген. Білесіздер ма Хаббл мен Джеймс Уэббті? Иә. Қазір мен қараймын. Телескоп Хаббл, телескоп Джеймс Уэбб. Джеймс Уэббтің орбитасы 400 мың километр ма қанша жерден? қалай жараматындар ма? Жақсы. Атом ғарыш туралы айтып кет информация. жаңағы екі телескоп па, бірі Джеймс ойбай Хаббл, қателеспесем 1991 жылы жасалды. Қазір оның уже скоро миссиясы аяқталады, жерге қайтып қонатын болады ол. Ал Джеймс Уэбб 2021-де ұшырылды. Бір айында ұшырылды ғой деймін осы Джеймс Уэбб. Иә. Яғни Джеймс Уэббтің Легрант деген точка бар ғой, сол жерде тұр ғой Джеймс Уэбб. Оны интернеттен қарасаңдар айтады арақашықтықты. Иә. Легрант 2 дейді. Иә, кәдімгідей алыс. Ол ана жердің жарығына жаңа кедергі жасамау үшін алысырақ қойды. Ана Voyager туралы. Иә, сол сұрайын деп жатыр едім. Voyager'да не хабар бар деп. Ол шығып кетті, негізі. Сол системадан өтіп кетті. Иә, ол уже солнечный система болғанда ол уже галактиканың біраз жеріне жетіп алды. Кәдімгідей қашықтыққа кетіп қалған. Не жібере ма? Сонда мен радиосигнал жібереді, радиосигнал. Сол таңғаламда радиосигналдың жететіні ана алыстан. Ол андай кедергі болған сайын ол нашарлай береді ғой. Анау бір нәрсе жібереді дейді ғой, Проксима Центавра жаққа қарай. Білесіздер ма? Сигнал Өте ма? тез қозғалады. Жоқ, бір нәрсе жібереді, ұшырып тез қозғалатын. Проксима Центавра ең жақын жұлдыз емес пе бізге? Иә, Проксима Центавра. Қазір қараймын мен нақты не туралы екен. Стрелец. Масктың несі бар ғой, жоспары бойынша алдымен егер айды ұшырып, айды жасап болғаннан кейін бір корабль жібереді сол жаққа қарай. Пока удачно қонғаннан кейін роботтар жібереді. И белгілі бір ана қазір уже разработка жүріп жатыр, Марстың грунтынан не алу, топливо алу. Иә, 2030 жылға таман проект ғой. 2030 жылы Марсқа ұшырамын деп отыр. Мен ойымша үлгере алмайды ол. Қалай жағдай? Өте күрделі программа ғой. Айдың өзіне қазір ұшады, НАСАның программасымен. Сосын сол жаққа не жасайды, отнет, топливный жаңағы резервуарлар. И сол жерден топливо қойып, оны Марсқа қарай ұшады. Марсқа пока удачно болғанша бірнеше не жасайды ғой. Жақсы. Алейкумассалам, уахметуллахи жақсы. Неге мен сөйлескім келіп жүреді ғой. Қаншама уақыттан бері таба алмай жүр едім сені. Ау? Қаншама уақыттан бері кездестіре алмай жүр едім деймін. Бағана бір кездесіп қалып едік. Уақыт болмай өзі кетіп қалып едім. Осындай зонд екен, зонд. Аты толық көрмей тұрмын да. Аз қарайыншы. Дәке? Мен естімейтін ол туралы. Маған айтасың ба, Мұхаммад? Иә, Даржан саған айтамын. Аха. Дәке не ма, осы мынандай бір сұрақ бар еді. Бұнда ғылыми бауырым. Отыр, иә. Діни емес айбеттен. Личкаға жасашы, кім? Мұхаммад личкаға жасашы. Болмаса Саған Ахидің эфирі бар екен, Саған Ахидің эфиріне сөйлесіп да. Саған Ахи. Сол жаққа барайын ба? Муслим жаңа квантовый физика туралы, атомдар әлемі туралы айтты ғой. Сол жер толықтыра кетсем, протон молекула болады, молекула атомдардан тұрады. Ал атомдар протон, нейтрон, электрон үшеуінен тұрады да. Протон мен нейтрон оның ядросы, ал электрон сыртында айналып жүреді, ол теріс зарядты болады. Ал олар жаңа лептон дедіңіз ғой. Лептон ол вообще бөлек зат, ол нейтрино саласына кіреді. Нейтронның ішіне кіреді лептоны, да? Тоқта. Нейтрино деген салаға кіреді. Нейтрино. Электроны и нейтроны. Короче, мен түсінігім бойынша былай. Стандартная модель. Кварки, лептоны и 5 бозон бар, 6-й бар. Глион. Глион. Глион.
как Глион самый строительный блок это кварки. Строительный блок это кварки. Дұрыс па? Ол кваркиді бір-біріне клеить етеді, ол глионы. Глиона ғой. Глион. Аха. Сол глионы мен кварки екеуі қосылып, бізге протон мен нейтронды береді. Бізге протон мен нейтронды береді. И содан сол протон мен нейтроннан уже ядро болады. Дұрыс па? Аха. Енді лептонның ішіне банағы электрон мен нейтрон кіреді. Кварк пен лептон, ол ферми, налды па фермибион деді ма, бірдеме деп айтты. Кварк пен лептон, бана қосылып, ол фермибион деген. Фермион дегенді береді. Фермион дегенді береді. Мен өзім оқыған адам ғой, білемін түсінемін не екен Марстың. Марсқа 2030-да барады ұшады. Марс Америка ойластырып жатыр қазір. Илон Масктың проекті ол. Проекті Америка ойластырып жатыр 2030-ға. Негізі 2026-да бастамасы басталды уже Американың штатта, Вашингтон қаласында. Енді 2032-де Франция қаласы, Италия қаласы қарбайтебін самолет ойластырып жатыр олар ғарышқа жаңағы ұшуға. Адам баласын манағыдай роботтың бөлек айға да күнге де манағы сәлек сияқты бензин сияқты соларды ойластырып жатыр ауа жаққа. Ол батыс жетті жоғы біздің жер бетінде. Мына американецтер ойластырып жатыр, ол 2036-да негізі әлі ешкім келмей жатыр. Бірақ енді былай бүкіл ученыйлар айту бойынша жер бетінің бойынша бір кездескенде сол кезде айтқан ол кісілер айтқан әлем бойынша басталады дейді. Ол бірақ енді мынандай қаланың жартысынан дейді мынандай жер бетіндегі ракета осыған кісі ғой. Дайындығы қайық қой енді сол. Дайындалу үшін 5 жылда керек дейді. 5-6 жылда керек болады дайындыққа. Марстың манағыдай сол жаққа қонақсы керек, мына жаққа жер типа андай спонсорлар ма соңға жер бетіндегі солар қолданса басталады дейді. Бірақ белгісіз болып жатыр әлі. Манағы Марстың, Юпитер болсын, бүкіл жер бетіне қарап жатыр. Жер бетін тауысып жатыр ғой, сәлік май бүкіл тауысып жатыр. Сосын бәрі ойластырып қалай болады екенде ойластырып жатыр да, жер бетіне қандай болады. Ол үшін бұл белгісіз болып жатыр кісілерге де. Мен 5 жыл оқыдым Москвада, сосын Европада оқыдым, Италия қаласында. Сол кезде мен ученыйлармен кездескенмін. Жер бетіндегі бүкіл ученыйлар келді. 32 елдің ученыйлар келді бізге. Америка қаласында. Сонда сұрақ тұрғанда бірақ қойып жатыр сұрақты. Жер беті қалай болады деп. Жер бетінің ауа райы азайып жатыр. Жер бетіндегі ауа райы азайып жатыр. Азайып жатыр уже жер бетінде. Мұнай, газ бәрінің азайып жатыр жер бетінде. Соған Америкаға сол дайындап жатыр Америка жаққа. Манағыдай ракета дайындап жатыр ғой, үлкен. Ол бірақ закрытый болады да жер бетіне. Ол белгісіз бола ма болмай ма әлі. Бірақ ол телевизорға кетпейді, тиктокқа да шығармайды, ол бөлекше болады басқаша. Дайындап жатыр секретный ел. Сол дайындықты дайындап жатыр. Көп ашық айтпайды негізі ондай жаңалықтардың бәрін. Мен өзім оқыдым. Оқығаннан кейін уже мен өзім Қазақстандықпын ғой, жалпы көшіп келгеннен кейін Қазақстан өзім туған жермен. 5 жылда. О, жігерлер қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мұсаев қалай аман ба? Шүкір, жақсы, өздерің қалайсыңдар? Амансыңдар ма? Жабып кеттің ғой. Қайырлы Плутон қалайсың? Плутон деген сан ғой. Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Қалай жағдай, жақсың ба, е? Шүкір, жақсы, нормально пойдет. Мынау тұрған қандай жыл? Жалғастыра бер. Сұлтан, қай сұлтан? Мен соны ойластырып жатыр.